Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен езілмейтін, жыртылмайтын, дана-дана болып пісетін 5 бармақтың қамырларын жасайтын боламыз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Біздің қамырларымыз сонда езілмей, өте керемет болып пісетін болады. Оның бірнеше құпиялары бар, сондықтан соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасауға кірісеміз. Бізге керегі жұмыртқа, тұз, ұн және де сорпаға илейтін боламыз. Егер сорпаға илегіңіз келмесе, еттің сорпасына, оның орнына жай ғана бөлме температурасындағы суды пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен бір таза ыдысымызға жұмыртқамызды және тұзымызды салып, жақсылап араластырып алып, сорпамызды құямыз. Айта кетейін, сорпамен де бөлме температурасында салқындатып алдым. Міндетті түрде бөлме температурасындағы салқын сорпаны қосамыз. Ыстық сорпаны қосуға болмайды. Содан соң ұнымызды міндетті түрде илеуіштен өткізе отырып қамыр илейміз. Біз қаттылау қамыр илеуіміз керек. Егер біздің қамырымыз жұмсақ болып қалатын болса, біздің қамырымыз жайылғанда дұрыс жайылмайды, әрі піскен кезде де езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан қаттылау, жақсы орташа деңгейдегі қамыр илейміз. Қамырды жақсылап иін қандырып илеп алғаннан соң бетін жауып 20 минутқа тағы да қойып қоямыз, иі қанғанша. Қамырды илеп болғаннан соң қыздар 3-4 қайтара иін қандырып, арасына 10 минут 15 минуттан салып, міндетті түрде 3-4 қайтара илеп алғандарыңыз дұрыс. Бізде иі қанған қамыр өте керемет болып жайылады, әрі керемет сондай глянцевый, жылтырақ, теп-тегіс қамыр болып шығады. Мен мына жерде екінші рет мінекей иін қандырып басып жатырмын. Мен осылай 3-4 рет жақсылап иін қандырып алдым. Мінекей мына жерде мен 3-ші рет жақсылап иін қандырып илеп жатырмын. Осы 3-ші рет иін қандырып илегеннен соң тағы да бір 10 минутқа қойып қойдым да, 10 минут өткеннен соң қамырымды теңдей етіп 3 күлшеге бөліп алдым. Негізі бұл қамыр бойынша үлкен 2 күлше шығады, яғни 2 зола қамыр шығады. Бірақ менің оқтауымның ұзындығы қысқа болғандықтан осылай 3 күлшеге бөліп алдым. Егер сіздердің оқтауларыңыз ұзын, үлкен күлшені жая аламын десеңіздер, 2 үлкен күлшеге бөлсеңіздер болады. Енді қамырымызды жақсылап осылай жаюға дайындап аламыз. Қолымызбен осылай басып, шет-шетін басып, кішкене үлкейтіп аламыз. Бізде қамырымыздың домалақ болып жайылуы осы бастапқы кездегі қамырды дұрыстап жаюларыңызға байланысты. Содан соң осы қолымыздың ізін кетіріп, жақсылап оқтаумен осылай үстінен басып шығамыз оқтаумен. Қамырымызды осылай оңнан солға қарай ауната отырып, әр жағынан жаюға дайындап аламыз, үлкейтіп аламыз. Яғни қамырдың әдемі болып шығуы қыздар қамырды илеумен және де жақсылап иін қандыруына байланысты. Сондықтан бастапқы кезде жақсылап қаттылау қамыр илемізде жақсылап иін қандырып қоямыз қыздар. 3-4 рет қайтарып иін қандырып алыңыздар міндетті түрде. Ендеше қамырымызды оқтауға жақсылап ауа кірмейтіндей етіп жақсылап орап, қамырға салмақ салмай, жай ғана қолымызды ортадан шетке қарай жүргізе отыра осылай жаятын боламыз. Қамырға ешқандай да салмақ салмаймыз, жай ғана өзіміздің қолдың салмағын шетке жібере отырып жаямыз. Қамырды қатты бассаңыздар, біздің қамыр қисық болып кетеді. Сондықтан да ешқандай да салмақ салмай, жай ғана қолымыздың өзінің икеміне қарай, ортадан шетіне қарай қамырымызды жаямыз. Және де қамырды міндетті түрде айналдыра отырып жайыңыздар. Оңнан солға қарай осылай айналдыра отырып жаямыз. Бастапқы қамыр ораған жерімізді жақсылап осылай оқтаумен жаямыз да, қалған қамырды орап осылай жаямыз. Міндетті түрде қамырды оңнан солға қарай айналдыра отырып жайыңыздар. Қамырдың барлық шеті бірдей жайылу үшін міндетті түрде қамырды осылай айналдыра отырып жаямыз. Одан соң
қолымызды қамырдың ортасына алып бармаймыз. Тек қана шетінен осылай қолымызды жүргізе отырып, салмақ салмай, қамырымызды айналдыра отырып жаятын боламыз. Қамырды міндетті түрде оңнан солға қарай айналдыра отырып жайыңыздар. Сол кезде қамырымыздың барлық шеті бір тегіс жайылады. Тағы айтайын, қамырға мүлдем салмақ салмаймыз. Қолдың өзінің жеңіл салмағымен ортадан шетке қарай қамырымызды жаямыз. Қамырдың ортасына қолды алып бармаймыз, тек қана шетінен жайсаңыздар жеткілікті. Егер қамырларыңыз жапсайын деп жатса, арасына міндетті түрде ұн сеуіп отырып жайыңыздар. Арасына ұн сеуіп отырып жаюды ұмытпаңыздар, өйткені қамыр көп ысқылай бергеннен соң жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан арасында ұн сеуіп жаямыз. Кезде қамырымыз үлкейген кезде қолымызды мүлдем ортасына алып бармаймыз, тек қана шетінен жаямыз қыздар. Қарасаңыздар, ортасына қолымды алып барып жатқан жоқпын, тек қана қамырды енді шетінен жаятын боламыз. Ортасына алып барсаңыздар, ортасы жұқарып кетіп, шеті қалың болып қалады. Сондықтан да солай шетінен қолың салмағымен жай баса отырып жаятын боламыз. Қамырымызды үлкейтіп алғаннан соң, егер шетін кішкене қалың болып жатыр десеңіздер, осылай жайып жібересіздер де, оқтаумен шетін осылай кішкене басып жайып жіберсеңіздер болады. Ораған шетімізді осылай алдымен кішкене бір-екі ысқылап жаямыз да, сосын қамырымызды орап, жақсылап қамырды тек қана шетінен жаямыз. Қамырды кесуден алдын міндетті түрде арасына ұн сеуіп, ұнды жақсылап барлық шетіне тигізіп жеткізіп жағамыз да, оқтауға орап қамырымызды кесіп аламыз. Енді бізде қамыр жақсы шығу үшін бірнеше шарт бар. Ол деген қамырды жақсылап қаттылау қылып илейміз. Қамырды илеуге байланысты біріншісі, екіншісі қамырды жақсылап иін қандыруына байланысты. Осы екі шартты жақсылап орындасаңыздар, сіздердің қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Және де жайған кезде қолымызды ортасына алып бармаймыз, тек қана шетінен қолымыздың салмағын салмай, жеңіл қолымызбен жаямыз. Мінекей достар, біздің өте әдемі, бір тегіс жайылған қамырымыз дайын. Міндетті түрде мен айтқан кеңестер бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Қамырларыңыз өте әдемі, езілмей піседі деген ойдамын. Ең бастысы қыздар, қамырды салар кезде міндетті түрде біздің суымыз тарсылдап қатты қайнап тұрған суға саламыз. Сол кезде біздің қамырларымыз езілмей, әдемі дана болып түсетін болады. Назарға ойып рецептіні соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецепті ұнаса каналыма міндетті түрде тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда әлі сіздерді керемет рецептермен қуантатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.